Мандарин маусымы басталды. Кейбір адамдар бұл жемісті килограммдап жейді, бірақ оның салдары туралы ойламайды. Сонымен, британдық 6 жасар Томас Трамвердің басынан мынандай оқиға өткен. Ол күніне 1 келіден астам мандарин жейтін, бірақ анасы бұған қуанды. Ол ұлының бұл жемістен тек пайда көретініне сенімді еді. Анасы бірнеше аптадан кейін ұлының терісі қалай өзгергенін байқаған кезде дабыл қаққан. Томастың терісі сарғайып кеткен. Бала ауруханада қаралған. Өйткені мұндай симптом бауырдың ауыр проблемаларын көрсетуі мүмкін. Бірақ балада қауіпті патологияға тән басқа симптом көздің шырышты қабығының сарғаюы болмаған. Сынақ нәтижесі баланың дені сау екенін көрсеткен. Оның дәмді жемістерге деген құмарлығы кінәлі болып шыққан. Рас, терінің түсін қалыпқа келтіру үшін Томас мандариндерден бас тартуға мәжбүр болған. Мандариндер қандай жағдайда пайдалы? Мандариндер бұл жаңа жылмен және ғажайыпты күтумен тығыз байланысты шуақты қуанышты жемістер. Негізінде мандариндер әсіресе суық мезгілінде дәрумендерге бай. Олардың құрамында иммунитетті сақтауға, жараларды емдеуге маңызды рөл атқаратын С дәрумені бар. Ол сондай-ақ холестеринді өт қышқылдарын айдауды ынталандырады. Бұл қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Сондай-ақ С дәрумені коллаген өндірісіне, темірдің сіңуіне ықпал етеді және В дәрумендерін белсендіруге қатысады. Б тобының дәрумендері өз кезегінде жүйке жүйесіне жақсы әсер ететіндіктен уайым мен күйзелісті жеңуге көмектеседі. Сонымен қатар мандаринде көруді жақсартатын және шырышты қабықтарды қорғауға қажетті А дәрумені бар. Сонымен қатар мандариндер пайдалы бактериялардың көбеюіне ықпал етеді және ішек моторикасын жақсартады. Мандаринді көп жегеніңіздің белгілері. Егер сіз тым көп мандаринді жесеңіз, псевдоаллергиялық реакция дамуы мүмкін. Бұл аллергияға ұқсас тері бөртпелері. Бұл ағзаға фруктоза, лимон және аскорбин қышқылдарының көп түсуіне байланысты деп ескертеді. Псевдоаллергиялық реакция мен шынайы аллергиядан айырмашылығы: жейтін тағамның мөлшері үлкен мәнге ие. Ол неғұрлым үлкен болса, көріністер соғұрлым ауқымды болады. Бұл жағдайда сіз мандариндерден біраз уақыт бас тартуыңыз керек. Ал антигистаминдер дене қышуын жеңуге көмектеседі. Мандаринді қандай жағдайда жемеу керек? Цитрус жемістерін аш қарынға жеуге болмайтынын ескертеді. Аш қарынға мандаринді көп мөлшерде жеуге болмайды. Лимон және аскорбин қышқылдары тәбетті арттырып, гастрит немесе асқазан мен ұлтабар ойық жарасын өршітуі мүмкін деп